Ассалаумалейкум, YouTube көрермендер, мына жағдайға, саяси ахуалға байланысты мынау дүниеде көріп жатсыздар. Кеше бір әңгіме болған екен, мынау Израиль мемлекеті Украинаға өзінің жаңағы патриоттарын, аспан әуесін қорғайтын патриоттарды беріп жатыр екен. Соған байланысты бүгін жаңағы Израиль мемлекетінің басшысы мәлімдеме жасап, біз Америкадан алған патриот кешендерін Украинаға бермекшіміз деп, сөйтіп Украинаның әуесін Ресейдің зымырандарынан қорғамақ. Бұдан алдында негізі алған, неден жаңа Америкадан, Еуропадан келген, Германиядан, Айристі деген сияқты. Бірақ сол жаңағы әуе қорғаныс жері әлсіздік болып жатыр Ресейдің атқан зымырандарынан. Соған байланысты Израиль соған ПВО-лар бермекші. Одан бір ақпарат естідім. Ресей алдындағы атқан мына Семейге жақын полигон бар дейді, Ареш не деген, Капустин Яр деген, сол жерден бір ракета ұшырыпты мыш дейді. Бірақ ол белгісіз деп жатыр. Дегенмен комета дейді, басқа дейді. Бірақ негізгі ақпараттар қарап шықсам, негізі Ресейдің сынақтан ұшырған Орешник деген ракетасы екен. Сол Орешник атқанда сол траектория ұшып кеткен дей ма, жаңағы қаңғалақтап кетіп Қазақстан қарай ұшып өткен деп айтады. Енді рас өтірік білмеймін, бейресми ақпараттарға, деректерге сүйенсек, соны Қазақстан жақта айтпай жатыр, Ресей жақта да айтпай жатыр, жасырып. Соған байланысты кеше Ресейдің премьер-министрі Ақкөк анау мынау деп мәлімдеме жасаған екен. Енді жай әңгіме оның бәрі. Бірақ негізінде сол Ресейдің Орешниктен ракетасы дейді. Алдында да ұшырып, дрондар ұшып, Қазақстанға құлап сондай болып жатқан деп ақпараттар келген. Негізі дерлік бейресми ақпараттар көздері бойынша сол Ресейдің Орешнигі деп айтады енді. Нақты сенімсіз. Сондай дүниеде құбылмалы жағдайлар болып тұр. Қазақстан одан НАТО-мен бірігіп жаңағы оқу жаттығу өткізмекші дейді, дрондар сатып алмақшы дейді айтыр. Не болса да айтыр, елімізді соғыстан басқа жаман нәрседен Құдай өзі сақтасын, аспанымыз тыныш болсын. Дегенмен жаңағыдай соғыс болып кеткен жағдай болып жатса, ол да керек деп ойлаймын негізінде. Біздің жан-жағымызда көршілер алпауыт ядролық көршілер ғой, Иран, Қытай, Ресей, осы үшеуінің ортасында тұрмыз ғой біз, Қазақстан. Негіз біздің қару-жарағымыздың кішкене әлсіздігі бар, сол кішкене күшейткеніміз абзал ғой, дұрыстау болады. Бейресми ақпараттарда негізі көп айтылады, Қазақстанда негізі Америка 49 жылға жер алған дейді. Ол да керек деп ойлаймын, батыс Қазақстанға жақындап неғып жатыр ғой енді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі жүздескенше тағы да ақпараттар болса жаңадан жеткізіп жатамын. Арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.